Алло. Алло, Антонио. Biz kelip turmiz tömende, шыға бер. Окей, сеньор Коша. Каш, шығат. По всей Южно-Казахстанской области немало водопадов. Но, судя по вашему рассказу, вы ищете тот водопад, которых не так-то и много. Алексей Сергеевич, сон ішінде қайсысын айтар едіңіз? И я бы вам посоветовал посмотреть водопад, который находится в Сайрам-Огамском национальном государственном парке. Сайрам-Огам? Су салқын сияқты, ә? Самал, әкел, сен де сөмкеңді бер. Әйтпесе су болады. Болдыр. Қолыңды бер. Ақырындап. Су салқын. Самал, абайласаңшы. Абайла. Профессор, бас киіміңді ки. Сай. Ай! Жол әлі алыс па? Абайлаңдар. Қайда баратынсы? Білесің мен Осы Нұржан? мен білмесем де, Жүре берейік. мына профессор біледі. Осы су. Сарқырамаға апарар. Ау! Мүмкін, Не деген су салқын еді? жүре көреміз. Шаршамаңдар. Қандай әдемі Расында, сарқырама? қыздың бұрымындай биіктен төгіледі екен. Ендігі мәселе Керемет. асық табу керек. Қайдан іздесек екен? Алдымен суға бір малынып алайық. Сосын көреміз. Су салқын шығар? Жоқ, қайта таудың суы пайдалы болады. Мен кеттім. Абайлаш. Профессор! Су салқын екен. Ал, профессор, асықты қайдан іздейміз? Не дейсің? Я? Мысалы, Нұржан, А? саған асықты жасыр десе қайда қояр едің? Мен ба? Мен адамның қол жетпейтін анау биікке қоям ғой. Я? Мен де солай ойлаймын. Қолыңды бер. Самал қайда? Астында өзіміз әлек шыққанда оған қауіпті. Дұрыс Оған екен. болмайды. Дұрыс екен. Қалай? Өзіңнің еш жерің ауырған жоқ па? Жоқ, жақсымын. Ал, профессор, асықты қайдан іздейміз? Екіге бөлініп, іздегеніміз дұрыс болар. Әйтпесе кеш болады. Иә, Сен мына жақты ізде, ал мен жоғар жақты іздейін. мұның дұрыс екен. Жақсы. Қазақстанның табиғаты керемет екен. Алла қазақтарға жер жаннатын сыйлаған екен. Оныңыз рас, Абдаллах мырза. Рахмет сізге. Сайет Байжан, біздің жеңісімізге жақын қалды. Енді бір асық табылсан, иншалла мақсат орындалады. Барлық асықтарды алған сон, ол күн той жасасам ба деп едім.
Soğan dayındalı керек. Оныңыз дұрыс, Абдаллах мырза. Шымкентте тойдың жөні бөлек. Қаласаңыз кешке жақын досым той беріп жатыр. Қонақ болып, көріп қайтасыз. İnşallah. Qalağa otik. Қаншасыншы қадам болды, жандос? 38! 38-ші қадам. Нұржан! А, 40 қадам жүр дегенде бір белгілер байқап қалатын шығар. көрінбейді. Қазір тастағы екінші қатардағы сөзді оқып көрейін. Жарай ма? Оқы. Су құдіретсің. Тіршілікке бастайсың. Тәңірге бағынасың, тоқтайсың. Ау. Мына сарқыраман даусынан естілмейді. Қаттырақ, даусыңды шығарып оқышы. Су құдіретсің. Тіршілікке бастайсың. Тәңірге бағынасың, тоқтайсың. Тоқтайсың. Я, түсіндің ба? Я. Ананы қара. Мәс саған. Мәс саған. Мынау деген дас фантастиш қой мынау. Магия. Жетігендегі жазылған сөздердің құдіреті бар болғаны. Расымен. Я. Қайда еді асығың? Білмеймін. Ешқандай белгі көрінбейді. Жүр, ар жақты көрейік. Профессор. Ана өсіп тұрған гүл емес пе, қарашы. Мұндай үңгірде қызғалтақ өсіп тұруы мүмкін емес. Жоқ, қалай мүмкін емес. Тұр ғой, міне, көз алдыңда. Міне. Қараш, қандай әдемі гүл. Тамсанып отыра бересің. Көзің тоймайды. Тура менің самалымдай, қарашы. Міне асық. Жарайсың, Нұржан. Асық. Мына жаңағы үшінші қатардағы жақсы сөз, жан азығы деген сөздің мағынасын енді түсіндім. Оның несін түсіндің сен? Міне қараш, сен жақсы сөз айттың. Міне қызғалтақ саған асықты берді. Біз мықтымыз, Профессор, міне, жетінші, әрі соңғы асық таптық. Бұдан кейін демаламыз, Біз жетігеннің құпияларын аштық. Ертерек барып самал туғандайық, жүр. Кеттік. Жүр. Самал! Біз асық таптық, Самал! Самал!
Самал! Самал! Самал! Самал! Самал! Қайдасың, Самал?